Айналаңдағы әңгіме ол айтыла береді. Сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да айтылады. Сондай адамдар бар, біреудің артын шұқып, айыбын айтпаса құмары қанбайтын. Олар өмірін соған арнаған. Жақсы адам сөздің шырынын іздейді, жаман адам сөздің шірігін іздейді. Олар шірік қой, солай жүре берсін. Ақшамен сыналып жатсаң, шүкір ет. Құдай баламен, денсаулықпен сынамасын. Адамдардың сені қызғанып көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар ешқашан өзінен төмен адамды қызғанбайды. Әйелдің қандай екені күйеуі кедейленгенде білінеді. Еркектің қандай екені әйелі ауырғанда көрінеді. Бауырлардың татулығы мирас бөлгенде байқалады. Нағыз дос басқа іс түскенде айқындалады. Мұсылманның иманы сынақтарда сыналады. Алыстан саған артартып келетін дұшпан жоқ. Дұшпан өз қасыңнан шығады. Үріп келген иттен гөрі күліп келген дұшпанға бата алмайсың. Сол үшін оларды үнсіз жең. Қадірі кеткен күні не ит болып қаба алмайды, не дос боп келе алмайды. Пейілің кең болса, қараңғы түннің өзі жарық көрінеді. Пейілі тар адамға жарық дүние өзі тар болып көрінеді. Кең болсаң, кем болмайсың. Маңайың тар болса да, пейілің тарылмасын. Менің өмірімде бір ғана заң бар. Көңілім суыған адамдарға қайта көңілім жылымайды. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін екі көзі. Десек те, адамды адам ететін аузынан шығатын сөзі. Мені жаман десең, мен шынында жаманмын. Ал жақсы десең, мен ең жақсымын. Бірақ есіңде болсын, саған қайсы жағым көрінген болса, сен соған лайықтысың. Іштен шыққан ит жаман, өтіп кеткен көз жаман. Көңілді қалдырар өсек өтірік сөз жаман. Тілдінің тілінен, көздінің көзінен, жаман иттердің ісінен сақтай көр. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Өмір бұл баспалдақ. Жоғары көтеріліп бара жатып, адамдармен амандас. Төмен түскеніңде танып, қолын беретін болады. Адамның дәрежесін ақшасы, жағдайы, мәртебесі, деңгейі көтермейді. Адамның дәрежесін көтеретін, бәрінен биік ететін адамдық қана. Өзгенің ақысына кірмеу адамдық, көңілге қарау адамдық, жылы сөйлеу адамдық, жымиып қарау адамдық, сабыр ету адамдық, жағдайың келмесе де өзгеге жақсылық етсем деген ниет адамдық. Жақсылық ете алмасаң, ең құрығанда жамандық қылмау, тіл демеу, сөкпеу, ғайбаттамау, ол да адамдық. Адам болып келдім өмірге, адам болып кету тілегім. Адамгершілік пен адалдығымыздан айнымайық. Көңілге түскен жараны мүмкіндік болса басқаларға білдірме. Бұл дүниеде барлығы да саған емші бола бермейді. Қайта сол жараның аузына тұз сепсем дейтіндер жетеді. Бұл дүниеде ешқашандай еш нәрсені кемсітпе. Өйткені арзан тұратын қаламда миллиондаған ақшаға қол қою мүмкін. Бай атқа мінсе құтты болсын айтамыз да, кедей атқа мінсе қайдан алдың дейміз. Тек жақсы денсаулық нәсіп етсе болғаны. Бақыт байдың сарайында да, кедейдің лашығында да болады. Еңбек етіп табаның жара болса болсын, тізең топырақ болмасын. Кейбіреулерді қадірлесең аспанда балады. Сенің жасаған жақсылығың оған өтеген міндетің сияқты көреді. Сол үшін жақсылықты, кішіпейілділікті адамына қарап жасаған дұрыс. Шектен асқан мейірімділік, кішіпейілділік өзіңді қадірсіз, жалынышты етіп көрсетеді. Бидайдың кеудесін көтергені дақылы жоқтығы, адамның кеудесін көтергені ақылы жоқтығы. Бізде қазақта мынандай нақыл сөзі бар:
Мал жаманы сипағанды, адам жаманы сыйлағанды білмейді деген. Адамдардың арасында жақсысы, жаманы, текшілі, кекшілі болады. Сен қанша аспен ұрсаң да, сені таспен ұратындар бар. Адамгершілікпен сыйлап, құрметтесең, олар оны сенің міндетің деп қабылдайды. Сондықтан, ондай адамдарға өз қаруын өзіне жұмсаған дұрыс деп ойлаймын. Өзгелердің үйіне соқыр күйде кіріп, мылқау халде шық, сынаушы болма. Өзің жайлы өзгелердің жақсы ойлағанын қаласаң, өзгелер жайлы сен де жақсы ойлауға тырыс. Адамдар өз басына қиындық келмей, біреудің қиындығын түсінбейді. Саған сенім артқан адамға өтірік айтпа. Саған өтірік айтқан адамға сенім артпа. Көзі соқырға жолдас болсаң да, көңілі соқырға жолдас болма. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Бір-бірімізден бәрібір құтыламыз өлген кезде. Сол үшін бір-біріміздің қадірімізді білейік, кешірімді болайық. Бұл өмір тым қысқа. Ашу боран секілді біраз уақыттан кейін басылады, бірақ оған дейін көп бұтақты сындырып үлгереді. Сізді тек жоғарыға қарай жетелейтін жандармен дос болыңыз, себебі төменге тартқысы келетін адамдар толып жатыр. Біреуге жасаған жамандығың түбінде міндетті түрде өзіңе қайтатынын ұмытпа. Бұл өмірде бір-бірімізді көп ренжітеміз, артынша өкінеміз. Өмір қалады, біз кетеміз. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Егер өмірде әрдайым күлімдеп жүрсеңіз, өмірде сізге күліп қарайтын болады. Егер қатты және тәтті ұйықтағыңыз келсе, өзіңізбен бірге төсекке таза арыңызды алып жатыңыз. Ең әдемі күлкі, ең үлкен мұңды жасырып тұрған күлкі. Ең әдемі көздер, көп жас төккен көздер. Ең мейірімді жүрек, ең көп жараланған жүрек. Қазақ тіліндегі арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетіңіз.